Жарық жаңалықтары 2025 жыл. Арнайы шығарылым. Жарық өнер мектебінің 2025 жылға тарихи жетістіктерін ұсынамыз. 2024 жылдың 29 қарашасында Шерхан Пірназар жетекшілігімен Жарық өнер мектебі ресми түрде ашылды. Мектептің тұсауын Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов кесті. Бұл ел болашағын өнермен жарқыратуға бағытталған үлкен бастама болды. 30 мың үміткерден 188 түлек. Кастингке 30 мың бала қатысып, солардың арасынан 188 дарынды шәкірт таңдалып алынды. Бүгінде олар Жарық мектебінің алғашқы түлектері, кәсіби актерлікке нақты қадам жасаған жастар. Жарық өнер мектебі балаларды актерлік шеберлікке үйретіп, көптеген балаларға үлкен өнерге жолдама сыйлады. 2 ай арнайы оқудан кейін балалармен бірге сериалдар түсіріліп басталды. Солардың алғашқысы «Дышы ағай», көрермен сүйіспеншілігіне бөленген сериал. Жарық мектеп аясында түсірілген алғашқы веб-сериал «Дышы ағай». Бірінші маусымның бірінші сериясы 500 мың қаралым жинап, TikTok пен YouTube платформаларында кең таралды. Қазір сериалдың екінші маусымы да сәтті түсірілді. Жарық шәкірттерінің кино әлеміндегі жетістіктеріне тоқтала кетсек. Боранбай Ақерке «Тәубе» атты толықметрлі фильмде басты рөлді сомдады. Фильм 2025 жылдың күзінен бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетіледі. Қайырбай Даниял «Жас емес жұбайлар» атты толықметражды отбасылық драмада актерлік дебют жасады. Шымкенттік Көркемай мен алматылық Әділбек «Жалған өмір» деп аталатын ұлттық арнада күзде шығатын телесериалда ұстаздары Шерхан Пірназар және Жадыра Алтаевамен бірге басты рөлді сомдап жатыр. Майор Мырза атты жаңа жобада Жалғас есімді шәкіртіміз төбе көрсетіп, актерлік тәжірибесін арттырды. Буллинг тақырыбындағы әлеуметтік жоба. Жарыққа алғашқылардың бірі болып қабылданған 35 шәкіртіміз қоғамдағы өзекті мәселе буллинг тақырыбында түсірілген әлемдік деңгейдегі әлеуметтік жарнамаға қатысты. Бұл жоба олардың өнер мен әлеуметтік жауапкершілікті қатар алып жүргенін көрсетті. Шынайы өмірден алынған, жетімдер тағдырын бейнелейтін драмалық толықметражды фильм «Болған оқиға». Фильмнің продюсері Нұрболхан Шараповтың жобасында. Басты кейіпкерлердің балалық шағын сомдайтындар: Бектемір Диас, Қанатқазыұлы Алихан, Асқар Ерасыл. Ал олардың есейген шағын сомдайтын шәкірттеріміз Шахиман, Бауыржан, Нұржан. Қорытынды: 188 түлек бұл жай ғана сан емес, бұл 188 арман, 188 үміт, 188 жарық болашақ. Жарық өнер мектебі әр шәкірттің жүрегінде. Аталған шәкірттеріміз кино саласында алғашқы табыстарына ие болып, үлкен бастамаларға қадам басты. Жарық синема шәкірттері түсірілім алаңда. Жарық синема өнер мектебінің аз ғана уақыт ішінде жасаған жұмыстары көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Дәл осы видеодағы шәкірттеріміз сияқты сен де киноға түсуді армандасаң, бұл мүмкіндікті жіберіп алма. Мен Шерхан Пірназар, Алматы қаласы бойынша 12 тамыз күні кастингта күтемін. Бізге керегі 7 және 18 жас шамасындағы жас талантты балалар. Толық ақпарат алу үшін төмендегі сілтемеге фык өтеміз.